Сәлем достар, біз сіздермен қарапайым геометриялық салу есептерін шығарудамыз. Бізге берілген келесі тапсырмада төбесі А болатындай АВ бұрышының биссектрисасын салуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Бұрыш биссектриса дегеніміз осы бұрышты теңдей екі бұрышқа бөлетін түзу болатын. Ол үшін алдымен А төбесінен кез келген ұзындықта ұзындықта радиусы R-ға тең деп алайық, шеңбер жүргіземіз. Осы шеңбер осы А төбесінен шыққан бұрыштың екі қабырғасында қиып өтетіндей болсын. Яғни төбесін А етіп, шеңбердің бөлігін жүргіземіз. Радиусы R-ға тең. Сонда бірінші әрекетіміз шеңбер жүргіздік. Центр А нүктесі радиусы R-ға тең болатындай. Енді осы бұрыштың бір қабырғасы шеңбермен қиылысады мына нүктеде. Бұны біз Б нүктесі деп алайық. Яғни әрекетіміз жазамыз. А түзуімен қиылысады шеңбер, центр А нүктесі радиусы R-ға тең. R кез келген оң сат. Осы қиылысу нүктесін Б нүктесі деп аламыз. Және бұрыштың екінші қабырғасы В мен осы шеңбер қиылысады, оны біз С нүктесі деп алайық. Сонда жазамыз. В түзуі қиылысады, яғни шеңбермен осы радиусы А, центрі А радиусы R-ға тең. Оны біз С нүктесінде қиылысады. Біз осы екі нүктені тауып алдық. Енді осы ара қашықтықты өзгермей шеңбердің радиусын сақтап, енді В төбесін центрі етіп, радиусы R-ға тең болатындай шеңбердің бөлігін жүргіземіз. Дәл солай С төбесін шеңбердің центрі етіп, радиусы R болатындай екінші шеңбер жүргіземіз. Бұл екі шеңбер бір нүктеде қиылысты. Яғни іс әрекетіміз жазайық. Не істедік? Шеңбер жүргіздік. Центрі Б нүктесі болатындай радиусы R. Және екінші шеңбер жүргіздік үшінші, центрі С нүктесі болатындай, бұның да радиусы R. Яғни алғашқы радиустардың ұзындығы қандай болса, осы шеңбердегі радиустардың ұзындықтары бірдей. Бұл екі шеңбер қиылысты бір нүктеде. Яғни шеңберлердің қиылысын жазамыз. Бірінші шеңбер центрі Б болатын, радиусы R-ға тең шеңбер қиылысады. Екінші шеңбер центрі С болатын, радиусы R-ға тең. Олар Д нүктесінде қиылысын. Осыны Д деп белгілейік. Енді осы бұрыштың А төбесі мен Д нүктесін сызғыштың көмегімен қосайық. Сызғыштың көмегімен А мен Д-ны қосамыз. Сонда пайда болған АД түзуіміз осы бұрыштың биссектрисасы болып табылады. Яғни жазамыз. Бұрыш ВАЦ бұрышының биссектрисасы АД. АД биссектрисасы. Биссектрисасы. Ол биссектриса екенін дәлелдеу үшін алдымен В мен Д-ны төбелерін қосып, бұл да R-ға тең болатын. Және С мен Д-ны қосатын болсақ, үшбұрыштар пайда болады. Бұл үшбұрыштардың қабырғалардың ұзындығы R-ға тең. Яғни үшбұрыштар теңдігіне шығады. Дәлелдеуге болады. Үшбұрыш А, В, Д үшбұрышы тең үшбұрыш А, С, Д үшбұрышына. А, С, Д. Осы екі үшбұрыш теңдігінен оның на бұрыштары теңдей екіге бөлінетін көрсетуге болады. Бұрыш В, А, Д бұрышы тең болады бұрыш С, А, Д бұрышына. Яғни АД бізде ізделінді биссектрисамыз. Балалар, біз сіздермен қарапайым салу есептеріне арналған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.